Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін біздің алаңдағы кезекті брифингке сіздер келіп отырсыздар. Бүгінгі тақырып 2024 жылға арналған Қазақстан Республикасы салық кодексіндегі өзгерістер мен салықтық және кедендік аудиттің нәтижелері туралы болады. Және бүгінгі спикерлермен таныстырып өтейін. Жетібаева Алья Мұратханқызы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің әдіснама департаментінің директоры, сонымен қатар Исмақұлов Қадыр Испанұлы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің аудит департаментінің директоры. Қазір сіздерге баяндамалар айтылады, одан кейін сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Ендігі сөз кезегі спикерлерге берейік. Алья Мұратханқызы, мархаба. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, журналистер, кешірерсіздер. Енді біздің дайындағанымыз мемлекеттік кірістер комитеті бір неше слайд дайындағанбыз. Сол слайдтардан бастасақ баяндамамызды. Бірінші слайд екінші негізгі өзгерістерді көріп тұрсыңдар. Олар салық әкімшілендіруге жатады. Заңды тұлғалар үшін кейбір өзгерістер бар, жеке тұлғалар үшін өзгерістер енгізілген. Келесі слайд. Енді салық әкімшілендіру бойынша келесі үш нормалар біздің кодекстан алынып тасталған, салық кодекстан алынып тасталынады. Деректі беру функциялары бар бақылау касса машиналарын қолданатын кәсіпкерлерден қазіргі таңда фискалдық деректерді сақтау жөніндегі талаптар алынып тасталынды. Бұған дейін аталған фискалдық деректерді 5 жыл бойы жаңағы аталған кәсіпкерлер сақтау міндеттілігі болған еді. Келесі өзгеріс, салықтық зерттеп қарау кезінде болмаған жағдайда, бүгінгі таңда кәсіпкер өзінің орналасқан жерін өзі келіп, мемлекеттік кірістер органдарына өзі келіп тәртібімен растайды. Өзімен бірге орналасқан жерін растайтын құжаттардың көшірмелерін және түпнұсқасын салыстыру үшін алып келеді. Немесе, яғни аталған құжаттарды нотариаттық куәландыру міндетті емес. Осы күнге дейін бұндай міндет болған еді салық кодексында. Келесі өзгеріс, шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимінің қолдану кезінде тыйым салынған қызмет түрі болған шыны ыдыстарды жинау және қабылдау деген. Яғни бұл қызмет түрімен айналысу кезінде осы күнде арнайы салық режимін қолдануға болады. Бүгінгі таңда ойын бизнес ұйымдастырушылар, олар өздеріңіз білетіндей букмекерлік кеңестер және тотализаторлар комитетке құмар ойынға қатысушылармен және олардың ұтыстары туралы ақпаратты ұсыну міндет енгізілді. Келесі слайд, ол камералдық бақылау бойынша өзгерістер енгізілген. Осы күнде салық төлеушілер камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтармен келіспеу туралы түсіндірмеге қосымша құжаттарды қосу беру міндеттемелері алынып тасталынды. Өздеріңіз білетіндей, осы күнге дейін, осы өзгеріс енгізуге дейін бұл құжатты міндетті түрде салық төлеуші тапсыру керек еді. Сондай-ақ салық төлеуші жаңа айтылғандай бұзушылықтар бойынша жазбаша расталған мән-жайларды көрсету қажет. Тек жазбаша. Дегенмен анықталған бұзушылықтармен келіспеу туралы түсіндірмеге қосымша құжаттарды қоса беру міндеттілігі тәуекелі жоғары хабарламалар үшін ғана көзделген. Жаңағы айтады ғой, уведомление камерального контроля с высоким риском деген. Яғни тәуекелі деңгейі орташа хабарламалар үшін бұл міндеттеме алынып тасталынды. Және хабарлама жоғары тәуекелді хабарламалар үшін ғана орындалмады деп тану туралы шешім шығарылады мемлекеттік кірістер органдарымен. Бүгінгі таңға дейін осы өзгерістер енгізілмегенге дейін мұндай шешім барлық камералдық хабарламаларға шығарылатын болатын еді. Негізінде қалған басқа камералдық бақылауға хабарламаларға шешім шығарылмайды. Бұл дегеніміз жаңағы жазбаша расталған мән-жайларды көрсету басқа хабарламалар үшін орындалды деп саналады. Келесі слайд, міне жақта жазып тұр, қалай болды, қалай болған жаңағы нормалар
көзделгенше қалай болды деген слайдта өздеріңіз көріп тұрсыздар. Келесі слайдта міне камералдық бақылауға жалғасы бар өзгерістердің. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша шешім шығарылмағандықтан салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтату туралы алынып тасталынды. Жаңағы арест счетов дейміз ғой, сол қазір болмайды. Осылайша хабарламаны орындау шеңберінде салық төлеушінің кез келген әрекеті жаңағы қосымша салық есебін берді ма, немесе жазбаша бұзушылықтарды көздеді ма, соның барлығы банктың шоттарын бойынша шығыс операцияларын тоқтату тұруға әкеп соққан себептер жою болып саналады. Келесі слайд. Бірнеше өзгерістер тақырыптық тексеру жүргізу үшін негіздемеден толықтыру қарастырған. Жаңағы налоговый проверки дейміз ғой, салық тексеру туралы. Соның ішінде электрондық шот фактуралары жазып беру бойынша салық төлеуші өзге шектеулерге қолданған салық төлеушімен өзара есеп айырысу бойынша салық міндеттемесін айқындау туралы сұрақ сондай енгізілген. Келесі тақырыптық тексеруге жүргізу үшін тағы бір тақырып енгізілген. Жаңағы салық төлеуші хабарламаны орындамау деген бөлігінде біз оны тексеру үшін хабарлама көрсетілген бұзушылықтарды бар жоғын растауға деген ауыстырылған. Жаңағы тематическая проверка дейміз, соның несі тақырыбы. Және электрондық шот фактуралары жазып беруді шектеу туралы шешім салық төлеуші келесі неде ма? Жоқ, осында. Электрондық шот фактураларды жазып беруде шектеу туралы шешім салық төлеушіге енді пошта арқылы тапсырыс немесе қолма-қол қойғызып ұсыну деген енгізілді. Келесі тағы да бір жаңалық, шағым беру және шағым бойынша шешімді үкімет порталы арқылы және электрондық цифрлық қолданба, ЭЦП дегендей арқылы жіберілетін болады. Осы күнге дейін оның барлығы мынандай жаңағы на бумажном носителе дегендей солай болатын еді. Келесі слайд. Келесі слайд бұл деген микроқаржы ұйымдарға қатысы бар, жаңағы корпоративтік табыс салығы деген. Микроқаржы ұйымдары микрокредиттер бойынша үмітсіз берешекті кешірген жағдайда корпоративтік табыс салығы есептеу мақсатында мұндай ұйым құрған провизиялардың мөлшерін азайтудан түсетін кірісті салық салынатын кірістен алып тастайды. Ол деген мынандай спецификалық өзгеріс, соның үшін ол көп жаңағы салық төлеушілерге қатысы жоқ өзгеріс. Енді келесі ол барлығына жағдай келеді. Кәсіби төлем бойынша жаңағы профессиональный выплаты деп аталады, жаңағы трудовой кодекстағы. Сол бойынша корпоративтік табыс салығы кезінде, есептеу кезінде жаңағы жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемді, профессиональный выплаты деген шегеруді қолдануға болады. Вычеты будет стоять как такое. Келесі слайд. Келесі слайд ол жеке табыс салығына қатысты. Бұлар деген барлық біздің жеке тұлғаларға қатысты өзгерістер. Егер жеке тұлғаның қарыз және микрокредит бойынша міндеттемелерін кешірген жағдайда, осындай кешірілген қарыз сомалары жеке тұлғалардың салық салынатын табысы ретінде қарастырылмайды. Меншік келесі, меншік құқығы тіркелген күннен бастап, меншік құқығында тұрған тұрақ органдары, жаңағы орындары, кешіріс, парковочный места дейміз ғой, сату кезінде күн есімі жеке тұлғалардың салық салынатын табысы ретінде қарастырылмайды. Осы күнге дейін ол салық салынатын еді. Жаңағы барлығымыз білетін материалдық бонустар деп айтамыз. Соларда жеке табыс салығы салынбайды. Басқа жеке табыс салынбайтындығы жаңағы Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлем, профессиональный выплаты. Бұл деген жаңағы зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыстарға істейтін жұмыскерлерге төленеді, 55 жастан толып одан жоғары адамдарға, және де басқа зиянды қызмет еңбек жасайтын тұлғаларға төленеді. Әр сайын бір еңбек төменгі күн көріс деңгейі мөлшерінде төленеді. Яғни осы жылдан бастап 43.407 теңге болып табылады.
Тағы жеке табыс салығынан алып тастаған, жаңа өздеріңіз білетіндей, балаларға арналған ұлттық фонд бағдарламасы бойынша нысаналы жинақтарды, жаңағы национальный фонд детям деген, барлығын өздеріңіз тексеріп көрген шығарсыңдар. Осы жылдан бастап жаңағы қаңтарда барлық балаларға $100.52 жаңағы не келді, премия келді. Келесі слайд. Жеке табыс салығына жалғастыру өзгерістер Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес келтіру мақсатында жеке табыс салығы бір жолғы ұстау тәртібін анықталды. Жаңағы жеке тұлға Қазақстан Республикасының шегіне тыс тұрақты тұруға кеткен кезде сол алып жатқан зейнетақы жеке ЖТС деп айтайын, ЖТС салынады, жеке табыс салығы. Зейнетақы жинақтарын мұраға қалдырған адамға төлеген кезде бұл да ЖТС-пен салынады. Келесі, зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына зейнетақы аннуитетті шарттары бойынша 23 жылғы 1 шілдеден бастап бұрынғы жүзеге асырылған шарттар бойынша аудару кезінде жеке табыс салығы салынатын болады. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдер алу үшін болып табылатын жеке тұлғаға салынатын, жаңағы әскери қызметшілер бар, басқа да арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметіне жататын, солардың барлығының жаңағы бір жолғы зейнетақысы жеке табыспен салынады, салығымен салынады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін бір жолғы зейнетақы төлемдері түріндегі салық салынатын табыстан мөлшері 882 МРП, айтамыз ғой, жаңағы стандартты вычеті бойынша стандарттық салық шегерімі қолданылатын болады. Қолданылмайды. Келесі слайд, ол мемлекеттік бажға арналған өзгерістер. Өзім көп уақыт алмай қояйын. Бұл деген осы жаңа 1 қаңтардан бастап соттардың өзі шешетін болады. Жаңағы мемлекеттік бажды рассрочка дейді ғой, сөйтіп төлеу салуға. Келесі өзгеріс, жаңағы конституциялық сотқа кім шағым береді, солар жаңағы АИК деген, жаңағы аймалық МРП деген, қазіргі күнде 24 жылдан бастап 0 МРП төленетін болады. Так, келесі слайд. Ол цифрлық майнингке жатады. Цифрлық майнинг бойынша өздеріңіз білесіңдер, бірнеше жылдан бері әртүрлі салық салымда жүретін, сол 1 қаңтардан бастап криптовалюталық сату бойынша айналымы ККС деген НДС-тен босатылады. Келесі ставкасы 1 киловатт сағатына 2 теңге болып көзделген. Келесі слайд. Келесі слайдтан арнайы экономикалық аймақтарға өздеріңіз білетіндей әртүрлі жаңағы нелер бар, салық салу бойынша ережелер бар. Сол 1 қаңтар 24 жылдан бастап қандай инвестицияның көлеміне арнайы соған қатысты салық жеңілдіктер де солай берілетін болады. Бүгінгі күнде ондай жаңағы қағидалар көрсетілмеген. Назарларыңызға рахмет. Сөз кезегі келесі спикерімізге берейік. Қадыр Рысқанұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Бүгін салықтық және кедендік аудиттердің нәтижелері бойынша қысқаша баяндайтын боламыз. Негізі 23 жылы барлығы 16 мыңға жуық салықтық тексеру аяқталды. Ол әр уақытта мысалы өткен жылға қарағанда 3000 тексеруде аз болып келеді. Бұл пайыздық арақатынаста әр уақытта барлық тіркелген бизнес субъектілерінің 1%-нан аз. Яғни 21 жылы 0,9, 22 жылы 0,9% болса, 23 жылы 0,7%-ға жеттік. Жалпы біздің ойымызша бұл көрсеткіш кәсіпкерлердің басым бөлігі салықты адал төлейтіндігін көрсетеді деп санаймыз. Но в целом, если посмотреть углубленно, из 16 тысяч проверок 13,2 тысячи или 80% это проверки, которые не приводят до начисления каких-либо налогов. Это тематические проверки по отдельным вопросам, таких как соблюдение кассовой дисциплины, когда чеки не пробивают,
по выявлению нелегальной алкогольной продукции. Причем все они проводились по жалобам граждан в 2023 году, поскольку действовали моратории. По возврату НДС и встречные проверки для подтверждения взаиморасчетов и соответствия перевозимых грузов. Это в основном при перемещении товаров со странами ЕАЭС. Как вы все знаете, у нас между странами ЕАЭС, это непосредственно с Российской Федерацией, Киргизской Республики, таможенные границы отсутствуют. И перевозимые товары в обязательном порядке должны соответствовать тому заявленным товарам. Поэтому такие проверки проводятся. Также еще один из видов проверок, который охватывает эту долю, это соблюдение распоряжения по кассе или выявление дебиторов. Это когда налогоплательщик имеет налоговую задолженность, при этом мы видим деловую активность, он выписывает акты выполненных работ, он осуществляет какие-то сделки, закрывает акты, выписывает СФ, но при этом эти деньги должны поступить в соответствии с распоряжением по кассе, должны оплачиваться налоги, он через взаиморасчеты, через третьих лиц эти деньги выводит и направляет в другое русло. Это прямое нарушение, по которому мы реагируем. Но другой факт, если даже эти деньги не были выплачены, то если он выполнил какую-то работу, то появляется дебиторская задолженность, которую он также обязан и при наличии налоговой задолженности представить налоговый орган, чтобы налоговый орган мог обратить взыскание на эти. В целом 80% проверок, которые назначаются органами государственных доходов, приходится на такие виды проверок. Вместе с тем, документальных проверок проведено порядка 3,2 тысячи. Это всего 0,1% от всех зарегистрированных субъектов бизнеса. По результатам в 2023 году было доначислено 329 миллиардов тенге. Даже там из них 45%, 1,4 тысячи, это по заявлениям налогоплательщиков, это ликвидационные проверки. То есть это тоже не по инициативе Комитета госдоходов. Взыскано же в бюджет по результатам актов налоговых проверок в прошлом году 214 миллиардов тенге. Это с учетом проверок, которые еще доначислялись в предыдущих годах. Поэтому само назначение документальных проверок, кроме периодически по запланированному графику или ликвидационных, по которым мы заранее извещаем налогоплательщика, публикуем на сайте Комитета госдоходов, проводится как крайняя мера. Для этого в целях предупреждения нарушений, представления права и возможности самостоятельного устранения нарушений, как в налоговом, так и в таможенном законодательстве предусмотрен механизм камерального контроля. Это позволяет безболезненно для предпринимателей устранить ошибки, нарушения в налоговых отчетах без административного штрафа или пояснить причины тех или иных расхождений путем представления пояснений. В целом, по камеральному контролю в 2023 году по выставленным более чем 20 тысяч уведомлениям налогоплательщикам свои ошибки в формах налоговых отчетных скорректированы. А нарушения устранены по результатам года по 61 тысячу уведомлений и уплачено было по ним 276 миллиардов тенге и все без административных штрафов. Кроме того, по документальным проверкам, кроме периодических до назначения проверки в рамках АППК с предпринимателем проводится беседа по выявлению нарушений. Составляется протокол беседы, на которой в случае несогласия налогоплательщик представляет письменную позицию или также самостоятельно устраняет нарушения. Хочу отметить, здесь тоже без административных штрафов на этом этапе. То есть органами государственных доходов предпринимаются все меры, чтобы налогоплательщик мог добровольно устранить выявленные нарушения. В целом, в 2023 году в рамках АППК беседы проведены с 488 предпринимателями, по результатам которых 313 не согласились, по ним были назначены проверки. И 175 согласились и устранили нарушения, в последующем начислили 57 миллиардов и на текущую дату уплатили 10,1 миллиардов тенге. По итогам проверок, неважно положительных или отрицательных результатов, мы обязательно корректируем систему управления рисками по отбору налогоплательщиков на проверки, в том числе с учетом результатов камерального контроля. В целом, работа нашего коллектива настроена на сокращение количества проверок, недопущение налоговых и таможенных нарушений, если все же допущено, устранение их без проверок, без административных штрафов. Этому, кроме вышесказанного, также свидетельствует совместно с Национальной палатой предпринимателей Атамекен пилотный проект «Должная осмотрительность». Суть проекта заключается в том, что через информационную систему Атамекен
информационная система называется реестр бизнес-партнеров. Любой предприниматель бесплатно, на добровольной основе, по собственному желанию, до заключения договора или контракта с другим субъектом бизнеса, может посмотреть благонадежность этого контрагента. Там все очень просто. Благонадежный контрагент попадает в зеленую зону, рисковые в красную зону. Исходя из этого, для минимизации возможных будущих налоговых споров у предпринимателя появляется возможность внимательно изучить своего контрагента и в случае необходимости пересмотреть их. Конечно, на данном этапе развития этого пилотного проекта, даже если контрагент сегодня попал в зеленую зону, это еще не означает, что этот контрагент на 100% благонадежен. И не гарантирует, что эти взаиморасчеты завтра не окажутся эффективными. Но активная работа по выявлению таких предприятий в данном направлении ведется. Аналогично и красная зона. И это тоже не значит, что эта компания неблагонадежна. Но это и сигнал о необходимости той самой проявления должной осмотрительности. Следует отметить, что Комитет для обеспечения сохранности налоговой тайны и защиты персональных данных информацию, составляющую налоговую тайну, в НПП от Амикена не направляет, так как расчет конечного индекса производится на стороне комитета и по установленным критериям в НПП передаются только скоринговые данные. В целом, прежде всего, что хотелось бы отметить, этот пилот никаких новых обременений для бизнеса не несет. Это бесплатно, это добровольно. Вместе с тем, органы государственных доходов при администрировании обязательно учтут проявленную должную осмотрительность, так же, как и при налоговом контроле. Все это в данном пилотном проекте предусмотрено. По таможенным проверкам подходы и в целом ситуация аналогична. Хочу сразу отметить, что мы говорим о проверках, проводимых после выпуска товаров, не в момент таможенного оформления на границе. Всего в 2023 году завершено 457 таможенных проверок, это 7% от всех внешней экономической деятельности участников, по результатам которых было взыскано 38 миллиардов тенге. Из них 52%, то есть 2328, это проверка таможенных документов и сведений. По-простому проводится без выезда, путем направления запросов и получения подтверждающих документов. Это очень упрощенный вид проверки. Больше половины из них, это 1285 или 55%, это по обращениям граждан. Это даже не выявленные нарушения органов государственных доходов. Это когда участник внешнеэкономической деятельности сам корректирует, сам находит ошибки и обращается в таможенные органы, чтобы скорректированы были. И 1043 или 45% по запросам органов государственных доходов по результатам Извините, а можно вопросы уже задавать? А вот чуть-чуть осталось, можно закончу и сразу перейдем на ответы, конечно. По результатам расхождений. В целом, за счет корректировки дополнительно в бюджет поступило 22 миллиарда. Также, как и в налоговом, по налогоплательному администрированию, используется механизм камерального контроля. По результатам камерального контроля в прошлом году было выставлено 1710 уведомлений, из них 1614 исполнены в прошлом году, и по ним обеспечено 6 миллиардов тенге. Вместе с тем, камеральных выездных таможенных проверок проведено всего 482. Это 0,8% от всех участников внешнеэкономической деятельности, по результатам которых было доначислено 21 миллиардов тенге. В целом, при отборе на какие-то тематические, какие налоговые и таможенные проверки, этот инструмент используется как крайняя мера. Поэтому я именно хотел акцентировать, мы больше ведем свою активную работу, чтобы налогоплательщик без каких-то административных штрафов мог сам устранить эти нарушения. В целом, если по таможенному направлению, как нами осуществляется контроль, на постоянной основе, кроме наших современных инструментов, осуществляется обмен информацией о выявленных нарушениях с таможенными органами стран ЕАЭС. Практически ежеквартально мы собираемся, обмениваемся опытами, делимся выявленными нарушениями и взаимодействие с таможенными органами иностранных государств в рамках соглашения о сотрудничестве
и взаимной помощи. Мы уже более 10 странами этот вопрос обсуждаем. В целом это по получению предварительной информации, ну, для них об экспорте, а для нас импорте. И эти данные сопоставляются по результатам которых мы начинаем свои предкамеральные меры или направляем запрос. В целом, по результатам аудита таможенного и налогового аудита все. Теперь мы готовы отвечать на все вопросы, которые поступят. Спасибо. Добрый день. Екен рахмат. Батугус Суджанова, Хабар. Скажите, пожалуйста, вчера вышло расширенное заседание президента, где он большое внимание уделил налоговому кодексу, новому налоговому кодексу, НДС, повышение НДС с 12 до 16%. Скажите, пожалуйста, комитет госдоходов для себя что подчеркнул, то есть над чем вы сейчас намерены работать? В том числе говорилось про IT-аудит и цифровизацию комитета госдоходов. В чем есть сейчас уже проблемы и над чем вы намерены работать? Подробно, пожалуйста. Спасибо. У вас получается 3 вопроса. Первый вопрос это по разработке нового налогового кодекса. Как вы знаете, это было поручение главы государства еще год назад. Сейчас разработка нового налогового кодекса идет. Она проходит под эгидой Министерства национальной экономики. И второй вопрос, который вытекает из первого вопроса по повышению ставки налога на добавленную стоимость, относится к налоговой политике. Комитет государственных доходов, вот как ведомство Министерства финансов, занимается налоговым администрированием. Вопросы повышения ставок или пересмотра каких-то других налогов нужно, наверное, адресовать Министерству национальной экономики. Потому что без них мы только принимаем участие, как говорится, без национальной экономики такие вопросы не решаются. Вот. И третий вопрос это по IT уже. То есть, если есть какие-то у вас замечания или предложения по налоговому кодексу, вы можете отправлять его, в принципе, у нас на сайте есть, на сайте Министерства национальной экономики есть контактные данные и электронная почта, куда может любой гражданин Республики Казахстан направить свое видение по налоговому кодексу новому. Теперь уже по третьему вопросу IT, как вы поняли, сегодня 2 вопроса затрагиваются. Это налоговый таможенный аудит и изменения, которые предписаны в налоговом законодательстве. По IT-аудиту это не к нам вопросы, но, наверное, через Айнур пресс-службу нужно будет брать ответы. Уточнение. А что конкретно новый налоговый кодекс, какие изменения там планируются и которые будут уже введены в этом году? Более понятным языком для казахстанцев, да, потому что не все все-таки разбираются в терминологии. Спасибо. С экономической точки зрения налоговый кодекс он и не может быть простым, потому что это вся экономика находится в налогообложении. А какие вопросы будут, это, наверное, нужно будет отдельно разговаривать, потому что сейчас проект налогового кодекса находится только на стадии разработки. В этом году внедрение налогового кодекса не предполагается. Вы сами понимаете, да, что по закону о правовых актах мы должны пройти несколько стадий обсуждения, в том числе и с общественностью и бизнес-сообществом. Потом уже он уходит в парламент, и только после этого подписывается там глава государства. Это занимает очень немало времени. А какие будут изменения, это тоже, я думаю, что нужно будет уже на площадке рабочей группы по разработке нового налогового кодекса рассматривать. Не на этой площадке, не сегодня. Можно еще один вопрос? Вот вы тогда в своей справке отметили про НДС по майнингу, да? О том, что записано, секунду, освобождается от НДС, освобождение от НДС оборота по реализации криптовалют. Пояснить можете? То есть у нас вот эти майнинговые фермы, они еще есть, и как-то это будет, они будут от налогов освобождены, или что это значит? Вот если вы, в принципе, я думаю, что все в курсе, деньги сами по себе, оборот денег, он не является товаром, работой, услугой. Объектом обложения налогом на добавленную стоимость являются товары, работы, услуги. То есть деньги не относятся к этим 3 составляющим. Поэтому сама криптовалюта, она тоже является денежной массой, так скажем. Поэтому законодательно решено, что именно его оборот будет освобождаться от налога на добавленную стоимость. То есть он не рассматривается в качестве товара. Это как расчет, да, как вид денег современный, скажем так. Вот о чем идет это изменение.
қойсам бола ма? Оңғар Абысбайұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, жаңа сіздер айттыңыздар, жаңа салық кодексін ұлттық экономика министрлігі әзірлеп жатыр дедіңіз. Олар енді сіздерге мүлдем айтпай, сіздермен талқыламай әзірлеу мүмкін емес пе? Жаңа салық кодексіне нелік еніп жатыр, қай жерінде қандай олқылық бар екенін сіздер де білесіздер деп ойлаймын. Президентке кеше не ұнамай қалуы мүмкін, қай жерлерінде өзгерістер болуы мүмкін. Жаңа салық кодексімен көңілінен шықпайды деп ашық айтты. Сіздер нақты осы саланың маманы ретінде болашақта не өзгеретіні туралы айта аласыздар? Жаңағы айтып кеткендей, дұрыс айтасыз, ол жұмыс тобына мемлекеттік кірістер комитетінің жұмыскерлері де кіреді, қызметкерлері. Дегенмен жаңағы айтқандай, ол қазіргі осы уақытқа арнап мен сізге айта алмаймын, қандай өзгерістер енгізіп жатқанын. Ол үшін жеке брифинг болу керек деп ойлаймын. Болмаса бірнеше сұрақ талқыланып жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Қандай өзгерістер жаңа кодексте ұнамағаны, мемлекеттік басшысына ұнамаған, оны мен айта алмаймын. Сол үшін ол қазір болып жатқан брифингке қатысы жоқ, кешіріңіз. Сатуын атамекен бизнес Серік Телеубайұлы, жаңа үкіметтік кеңселер немесе тотализаторлар деректерді комитетке береді деп айтыңыздар. Иә, ол қай адам, қай қызметте істейтін адам екенін сіздердің аудит басқармаларына бере ме, кімдерге береді? Егер болатын болса, ол жарияланатын нәрсе ма? Болашақта ақпараттық бұқаралық көздер арқылы таратылуы мүмкін ба, ол деректер болмаса? Жалпы комитетке берілсе, бірақ ол ашық ақпарат ретінде бола ма? Сіздер намаз жаздыңыздар ғой. Это налоговая жалпы букмекерлік кеңселер мен тотализаторларға қатысты ақпарат алмасу жөніндегі бұл нормалар 12 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі. Қазіргі уақытта қандай нақты деректер аталған ұйымдардан келетіні жөніндегі ақпаратты біз айта алмаймыз, себебі бұл әлі де аталған ұйымдармен келісу барысында және тиісті мемлекеттік органдармен келісу барысында және де бұл ақпараттар алынғаннан кейін мемлекеттік кірістер органдары бұл ақпараттардың барлығын бір жерге жариялайды дегенді білдірмейді. Ол ақпараттың барлығы құпия. Бұл жерде салық құпиясы аясында аталған ақпараттар тек салықтық әкімшілендіру мақсатында ғана қолданылады. Және бұл жерде алдағы уақытта өздеріңіз білесіздер, жалпыға декларациялау бізде елімізде енгізілген. Және де биыл бізде елімізде 3-ші кезеңі декларациялаудың. Осы жерде жеке тұлғалардың қандай букмекерлік контораларға, тотализаторларға қандай бәс тігіп жатқаны, қандай сомаға тігіп жатқаны, және де олардың қанша ұтыстар алып жатқаны туралы ақпараттар келеді деп жоспарлануда. Және де бұл ақпараттың барлығы алдағы уақытта декларациялау барысында да қолданылады. Және де бұл ақпарат тек жеке тұлғаларға қатысты емес, букмекерлік кеңселер және тотализаторларға қатысты салықтық әкімшілендіру және бақылау шараларын жүргізу барысында бізде қолданылады. Және бұл ақпараттың барлығы жабық күйінде қалады, ешқандай да жариялауға жатпайды. Алынған ақпарат. Кешіріңіз, букмекерлер туралы орысша айтыңызшы кішкене. И у меня вопрос: сейчас очень многие данные в интернете продаются, в том числе и личные данные. Могут ли быть участники ставок после этого уверены, что данные об их выигрышах, об их участии, например, если это был госслужащий, не будут проданы в сеть? Хотела бы отметить, что эксперты ОСР, вы знаете, да, какая компания ОСР, то есть какая организация, они оценили безопасность сведений органов госдоходов на очень хорошем уровне, то есть, соответственно, все сведения, которые получаются органами государственных доходов в целях налогового и таможенного администрирования, они являются налоговой тайной. И никакие сведения не будут, как вы думаете, распространены в сетях, которые информация распространяется. Это, конечно, уже дальше дело правоохранительных органов, а именно в части налоговых органов, таможенных органов, то, что была утечка какая-то, таких сведений нет, и у нас все сведения закрыты, поэтому тут думать о том, что какие-либо сведения, полученные от букмекерских контор и тотализаторов, это не соответствует действительности. Действительно, эти сведения будут закрытыми, и это является налоговой тайной.
По запросу каких органов они могут быть переданы? По запросу судебных органов можно будет получить эти данные, либо внутренних дел? Вот у нас есть статья 30 Налогового кодекса, где расписано, что такое налоговая тайна и что является его исключением. Там есть исключение, да, налоговая тайна по физическим лицам абсолютно закрытая. Она может быть дана, вы правильно сказали, судам, правоохранительным органам в рамках уголовного дела. О чем говорит Айнур, это уровень безопасности наших систем очень высок, это вот оценка уже Европейской организации. Поэтому даже если пройдет утечка, понятно, что здесь, кто работает, мы все подписываем соглашение о неразглашении конфиденциальной таможенной тайны и налоговой тайны. Любая такая утечка является для государственного служащего вопросом по уголовной ответственности. Спасибо. Тағы да президенттің кешегі оралайықшы, кешегі сынына байланысты қосылған құн салығына қатысты айтты, оны да өзгерту керек деді. Сонда бұған дейін мемлекеттік кірістер комитеті бұл мәселенің яғни тиімсіз екенін қазіргі пайызы зерттеп бір білдіңіздер ма сонда? Бұны жаңағыда оның мөлшерін көтеруде ешқандай мәселені шешпейді деді. Бұл мәселе қалай шешіледі? Және екінші сұрағым, жаңа сіз айтып өттіңіз, мына жеке табыс салығына байланысты. Бұл уже қабылданды өзгерістер, бірақ кеше президент тағы да айтты, табыс пен мүлікке салық салудың жаңа жүйесін енгізу керек. Сонда қайтадан бұл өзгертіле ме, бұл заңдарыңыз қабылданған? Қараңыз, бір екінші сұрақтан бастайық, да? Жаңағы әр жылда салық кодексына әртүрлі өзгерістер енгізіледі, да? Кейбір кезде біз жаңағы жеке табыс салығы дейміз ғой. 2007 жылдан бастап бұл жеке табыс салығы 10%-ға көшті, да? Оның алдында 10-15-20%-ға дейін салынатын болғанда, в зависимости от дохода дейді ғой, да? Өзіңіздің жаңағы алып жатқан табысыңыз, кірісіңізге байланысты. Осы кезде бір жаңағы тағы да айтып кетемін, жаңа салық кодексін арнайы жұмыс тобы қарастырып жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, сол жаңа топқа ұлттық экономикалық министрлік бойынша әртүрлі сұрақ жалғасаңыз болады. Соның ішінде жаңағы жеке табыс салығы президенттің айтқаны, өзіңіз де білесіз, жаңағы налогына рұқсат деп жатырмыз ғой, қаншама мүлігіңіз қымбат болса, сондай жаңағы сол табысқа арналы жеке табысты да енді көбірек төлеу керек деп, ондай мысалы политика көп мемлекеттерде бар. Соған қарай бара жатырмыз. Прогрессивный, это шкала налогообложения дейді ғой, сол сияқты. Бірінші сұрақ жаңағы не туралы болды ғой, да, жаңағы күн салығы туралы. Оның да жаңағы көбейту, ставкасын көбейту деген өте көп талқыланды. Соңғы шешім, үкіметтің шешімі, ол қараластырмайтын болды. Сол 12%-да қалады. Дегенмен біздің салық кодексімізде, қазіргі салық кодексімізде жаңағы НДС дейміз ғой, соған өте көп жеңілдіктер де бар. Сол жағдайды біз қазір басқаша саламыз деп соны қарастырып жатырмыз. Сосын салық жеңілдіктерін 20%-ға дейін азайтып тапсырған екен. Ол мәселе осы күнге дейін қаралды ма? Және де ол төмендеткен кезде кімге не береді? Иә, ондайда мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Салық жеңілдіктерді 20%-ға азайту деген, оның біздің мемлекет кірістер комитетінде өзімізде қарастырып жатырмыз. 20% біз оны тағы да айтар кететінім, жаңағы ұлттық экономика министрлігіне өзіміздің хатымызды жібердік. Бүгінгі осы жаңа үкімет сол мемлекет кірістер комитеті жібергенде, қаржы министрлігі жібергенде ұсыныстарды қарайды деп ойлаймын. Здравствуйте, Колосовская Кристина, Бесмедиа. У меня два вопроса. Президент нередко говорит о поддержке малого и среднего бизнеса, но вам не кажется, что по факту нагрузка на бизнес растет? Почему до сих пор не снизили нагрузку на фонд оплаты труда? Что мешает? Вообще, какие были расчеты? И также нас интересует, что там в русле ИПН и КПН. Значит, смотрите, у нас малый бизнес, он есть и у юридических лиц, это вот КПН, корпоративный подоходный налог, есть у физических лиц, это уже индивидуальный подоходный налог. Мы не говорим, что у нас большая нагрузка, потому что
как и по поручению главы государства, так и по собственной инициативе, мы всегда поддерживаем малый бизнес. Одним из этих поддержек является вот введение розничного налога. Вот представляете, розничный налог, который сейчас действует с 1 января 2023 года, сейчас вот расширили его виды деятельности, да, до больше 300 видов деятельности. Ну, малый, мы говорим малый бизнес, но это оборот, бизнес, у которого оборот до 2 миллиардов, может пользоваться этим специальным налоговым режимом. Ну, 2 миллиарда, я так полагаю, что это не совсем, да, кажется, как будто бы малый бизнес. Для них ставка налога идет от 4 до 8%. 4% любой маслихат области может снизить до 2%. То есть вот по нашей позиции это колоссальная поддержка малого бизнеса. Более того, кто работает в розничном налоге по этим видам деятельности, их оборот не считается в НДС для цели постановки НДС. Это тоже большая поддержка. Теперь, если переходить ко второму вопросу с фонда оплаты труда, этот вопрос тоже он внедрен. Это называется единая плата. Единственное, сейчас мы рассмотрели его только для малого бизнеса, как по поручению главы государства и правительства, сейчас рассматривается его распространение на всех, кроме крупного бизнеса. Он внедрен и сейчас оплачивается 20% вместо 34%. Но туда входят не только налоги, да, это индивидуальный подоходный соцналог, но туда входят социальные платежи. Социальные платежи это не налоги, это вот ОСМС, соцплатеж и ОСМС, как это? И ОПВР. Это все те платежи, которые не являются налоговыми, но для народа они почему-то все вместе собирательно говорят налогоплатежи. То есть, когда мы говорим о налоговой нагрузке, мы, органы государственных доходов, имеем в виду налоги, а все другие туда прибавляют еще и социальные платежи. А это уже социальный кодекс, это уже совсем чуть-чуть другое. То есть по вопросам к ОСМС это не к вам? Вопросы ОСМС – это обязательное социально-медицинское страхование, это вопрос к Министерству здравоохранения. Для органов государственных доходов по налоговому кодексу только имеют обязанность взыскивать их. То есть мы смотрим за задолженностью. Саму политику ОСМС определяет Министерство здравоохранения и Минтруда. Скажите, но вот вы говорите, что вы поддерживаете малый и средний бизнес, там снижение ставок маслихатами с 4 до 2%, но если посмотреть, зачастую члены маслихата не ратуют за снижение до 2%, потому что они также беспокоятся о возне местных бюджетов. Ну, насколько я помню, по информации департамента, который занимается спецрежимами, 3 области приняли. Это Астана, Караганда и Кызылорда, да? То есть это уже... Что такое маслихат? Это представительный орган, это малый парламент каждой области. То есть, если мы будем переходить на бюджетное рассмотрение, почему мы отдали маслихату, да, законодатель отдал? Потому что каждый малый парламент, так скажем, он знает свой бюджет своей области. Поэтому, если он видит поддержку малого бизнеса, он может. Если он видит, что если он снизит от 4 до 2%, ну это уже решение маслихата, это представительный орган, он решает. То есть, поддержка малого бизнеса дана в местной власти, скажем так, который свой регион знает намного лучше, чем на уровне республики. Есть вопрос? По поводу бизнеса как раз, кстати. Тамерлан Джибаевич, Бекжала, вы говорите о поддержке бизнеса, МСБ, да, и в целом о налоговом кодексе, но есть один нюанс. Предприниматели снова и снова говорят о том, что со стороны банков второго уровня большие процентные ставки по налогам. То есть это, в частности, там, кассовые аппараты и так далее. Сейчас вот вы пишете новый налоговый кодекс, ну, не вы, как вы сказали, нацики, да, я так понимаю, совместно, да, под эгидой. Какие-то работы идут в том плане, чтобы разговаривать с банками второго уровня и снизить налоговую ставку именно в отношении предпринимателей? Ну, давайте скажем, что это не налоговая ставка, это процент за обслуживание банковское, да? Это так называемый эквайринг. Да, вот вы понимаете, что это вопрос, в принципе, не к комитету государственных доходов, да, потому что это к налогообложению не имеет отношения, но мы знаем, мы слышим эти чаяния бизнеса о том, что
платить за обслуживание банковское выходит дороже, чем платить налоги даже, да. Этот вопрос, он рассматривается на уровне даже правительства. Есть уполномоченный орган, это АРФР, это агентство по регулированию финансовый регулятор, так скажем, да. Данный вопрос, он должен быть к нему адресован. А в целом, если смотреть с точки зрения налогообложения, то в налоговом кодексе рассматривается пересмотр налогообложения финансового сектора в целом. Вот все, что на сегодня я вам могу сказать. В сторону ужесточения. Просто бизнес обязали, то есть с Нового года приобретать кассовые аппараты, но именно налоговый кодекс, к сожалению, не адаптировался под условия. Смотрите, бизнес не обязали, бизнес с заре независимости обязан применять контрольно-кассовую машину при работе с потребителями. Вот о чем мы говорим, да? Это что такое контрольно-кассовая машина? Да? Вообще в мире чеки используются для защиты первым делом потребителей. То есть для нас политика первая такая, для потребителей, а потом уже для налогового администрирования. То есть о том, что вводится, вы должны понимать, что я так полагаю, что ваш вопрос касается вот муссирования QR-кодов, не ККМ самого. Скорее всего, да, потому что контрольно-кассовую машину применяют уже 30 лет, это уж точно. Теперь по QR-кодам, это вот как раз-таки связано с ИСИ эквайрингом. По QR-кодам эти изменения были еще год назад внесены, мы год назад всех предупреждали. И вы должны понимать, все мы должны идти на прозрачность налогообложения, да? То есть и государственные органы, и потребители, мы все, если будем платить честно налоги, это процветание нашей Родины. А уже вопрос по тому, что бизнес не готов, бизнесу мы говорили еще в прошлом году, что есть у нас переводы, есть платежи, пожалуйста, готовьтесь. Это норма принята была еще год назад. И в законе о платежах и платежных системах внесены изменения, что-то там уже четко написано, что такое платеж, что такое перевод. Поэтому честно платить налоги – это как гордость нашего государства, процветание нашего государства. Бір сұрақ қойып жіберейінші. Өткенде ғана инвесторлардың форумына бардым, сол кезде инвесторлар салық саясаты Қазақстандағы жиі өзгеруі біздің Қазақстанға қаржы құюға тартымдылығын азайтады деген сияқты айтты. Осы бойынша мысалы жаңа ғана бірнеше өзгерістер айттыңыздар. Жалпы бір ұзақ мерзімді жоспарлау арқылы біраз уақытқа дейін белгілі бір фундаментальный заң болу керек деп ойлайсыздар ма? Жалпы салық кодексі болсын, басқа да заңдар болсын, өзгерістерді бір күндік, екі күндік емес, жалпы осылай өзгермейтіндей саясаттарыңыз бар ма, жоспарларыңыз бар ма осы бойынша? Енді салық кодексі негізінде экономикаға арналған нәрсе ғой. Ол деген біз деген жаңа жас мемлекет деп саналады ғой. Былай бүкіл мемлекеттердің тарихына қарағанда 30 жыл деген ол ештеңе емес, жаңағы енді тұрып келе жатқан бала секілді. Соның үшін қазіргі уақытта қаралып жатыр салық кодексіне, мысалы 3 жылда бір рет енгізулер туралы деген ондай да қаралып жатыр политика бойынша. Бірақ дегенмен сол инвесторларда келіп бірнеше жеңілдіктер сұрағысы келеді да, мысалы өзінің инвестор. Сол кезде де өзгерістер енгізу керек, оны қайтеміз мысалы. Бұл деген екі жақтан қарау керек. Иә, жаңағы сіз айтып жатқан өзгерістер, стабильность дейміз ғой, сол бір тұрақты болып тұру керек та бірнеше жыл, ол да белгілі нәрсе. Басқа жақтан экономика өзгеріп жатыр, бүкіл әлем өзгеріп жатырғанда біз қалай оны өзгеріссіз қоямыз. Соны адаптация дұрыс болу керек та. Бірақ дегенмен, орны бар, ондай сұраққа қарастырып жатыр. Сосын заң нормалары 2-3 тұлау болып келеді дейді, бір заңды 2-3 түрлі мағынада түсінуге болады, сосын әркім өзінше трактовать етеді деген сияқты сөз бар. Сол бойынша мүмкін заң тек қана рамочный дейді ғой, нобай ғана болмай, әр нәрсе толыққанды түсінікті тілмен жазылғаны керек деген пікір айтылады. Правоведтар жаңағы құқықтанушылардың барлығы. Осы бойынша пікіріңіз, мысалы кодексте осы нәрселерді ескересіздер ме мүмкін? Жаңа профессор экономика оқып кетті ғой деймін. Негізінде құқық заң бойының өзінше, соның жаңағы несі бойынша біз мысалы жаза алмаймыз неде, как требование да закона, жаңағы дұрыс сөздермен жазу керек деген. Сосын салық кодексі экономистерді айтып жатыр, ол деген
жаңағыдай простой сөзбен жазуға мүмкін емес негізінде. Жаңағы әртүрлі талқылау дегенге қарағанда біздің қазіргі уақытта салық кодексте бір норма бар. Егер де мемлекеттік кірістер комитеті бір бизнес сұраққа, бизнес болса жеке тұлға қойған сұраққа дұрыс емес жазса, жаңағы несінде, содан кейін сол өзінің хатын қайтадан қайтарып алса, сол кезде жаңағы сұрақ қойған жеке тұлға немесе кәсіпкер ешқандай жаңағы штрафтарға салынбайды деген сондай қазіргі күнде норма енгізілген. Қазір толықтырып жіберейінші осы жерде. Негізі салық кодексында статьяда Не помню, бір бапта жазылған. Егер де осы салық кодексіндегі кез келген норма екі түрлі мағынада түсінетін болса, онда ол салық төлеушінің пайдасына қарай шешіледі деген. Мысалы үшін сіз айтып тұрған жаңағы екі ұшты болып тұр ғой мағынасы. Бір жағынан бюджеттің пайдасына келіп тұр, бір жағынан мағынасы, екінші мағынасы салық төлеушінің пайдасына келіп тұр. Ол жағдайда бұл мәселе барлық жағдайда сотта салық төлеушінің пайдасына шешіледі. Ол салық кодексте бекітілген норма бар ондай. Сұрақ болсын, иә. Сіздер бұғаттау бойынша алып тастап істедіңіздер, бұл нақты қандай шоттар сәл толығырақ айтып берсеңіздер, егер қиын болса орыс тілінде айта беріңіз. Маған өзіме түсініп алу үшін тұрады. Неге қиын болды, қалай түсінбедім? Немене? Жоқ, егер қиын болса деп жатырмын. Жоқ, қазақша жауап бере береміз, оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол деген жаңағы қараңыз, осы 1 қаңтар 24 жылға дейін салық кодексінде мынадай норма болған. Сізге камералдық бақылау бойынша хабарлама жібереді. 30 күн береді дайындауға. 30 күн дайындауға жауап беруге беріледі сізге 30 күн. 30 күннің ішінде сіз бізге жауап берсеңіз, шот жабылмайды, арест шоты дейді. Ол бүкіл банк шотына қатысты сіздің. Мысалы, 18 банкте шотыңыз бар ма, соның барлығы жабылады. Жаңағы хабарламаға, камералдық хабарламаға жауап бермесеңіз. Қазіргі жауап бермесеңіз, оның үстіне құжаттарды ішіне қоймасаңыз, ішіне салмасаңыз жаңағы. Қоса жалғастырсам. Бұдан 1 жыл бұрын камералдық бақылау бойынша хабарлама жіберген кезде жауап беру түріне жауап берген кезде салық органдарын тексерген кездерінде шешім шығарып банк шоттарын жабу құқығы болған. Ол 2022 жылы бұл сұрақты қарастырып, бірінші шешім қабылданды сол бойынша банк шоттарын жауып тастамау туралы. Сол кезде бірақ біз шешім шығарамыз. Егер біз салық органдары шешім шығарылатын кезде, мысалы, бұл хабарлама бойынша біздің келіспеген жағдайда шешім шығарылған, біз салық органдары келіспеген жағдайда шешім шығарылған кезде келесі қадам ол салықтық тексеру, мысалы, болып жататын да негізі. Бұл жылдан бастап, мысалы, сол бойынша бірталай соттық процестер болды, не былай шешім шығарылды, біз ойлаймыз, біз хабарламаны толықтай орындадық, бұл шешім дұрыс емес, салық органдарының шығарғаны, неге мына құжаттар мен бермедім, бердім деген сияқты сұрақтар көп болды. Негізі камералдық бақылаудың негізгі түпкі мағынасы ол салық төлеушіге өзінің құқығын беру. Мысалы, салық органдары хабарлама жіберсе, ол өзі біледі. Істеймін ба, істемеймін ба, мысалы, келісем ба, келіспеймін ба дегенде, ол тек қана өзінің құқығы деп түпкі несі, оның камералдық бақылау, ол біздің жақтан салық орган жағынан тек қана көмек ретінде болады деп шешіп, бұл жолы біз шешімдерді де шығармайтын болдық. Мысалы, біз айттық, жарайды, енді біздің хабарламызға тек қана қандай да болсын жауап болатын болса, ешқандай банк шоттары да тоқталмайды, ешқандай шешім де шығарылмайды. Мынау былай екен, дұрыс емес екен деген сұрақтарда қойылмайды деген мағынада, ол 2 жылдық өзгерістің нәтижесі. Бірінші жыл біз шешім, егер біз мысалы келіспеген жағдайда шешім шығарып банк шоттарын тоқтататын болсақ, бұл жолы біз уже негізі шешімдерді шығармайтын болды. Бірақ өзіміз бүкіл система управления рискіміз сол кезде бәрін есептеп қарап, бір неге қарап отырамыз. Содан кейін ол салықтық тексеруге мысалында
бір себебі болуы мүмкін. Мысалы да сол біз мысалы 3 хабарлама жібердік, солардың 3-іне осындай жауаптар келген. Сол негізінде егер мысалы 19 критерия бар, соған қарастырып мысалы егер сомалар алшықтар көп болатын болса, сол кезде біз қарастырамыз мысалы. Бірақ бағанада айтып кеткендей, ең алдымен біз салық төлеушіге оны өз ретімен бір административтік штрафсыз оны сол құқығын пайдалануға әр уақытта соған тартып отырамыз. Шешім шығарылмайды. Ол деген былай ғой енді жаңағы көп сөз бұл сөз дегенде қазақтар ешқандай жаңағы хатты жаңа хабарламаға кәсіпкер жазу береді, мен оған келіспеймін, олай былай болды деп. Сол бізге нәтижесі жаңағы камералдық бақылаудың хабарламасы орындалды деген болып саналады. Сол үшін шешім шығармайды. Жаңа письмелер береді ғой, жаңа письменно как пояснение болды. Түсіндірмесін. Сол болып бізге шешімнің хабарламасы орындалды деген, сол үшін арест болмайды. Негізі камералдық бақылау бұл салықтық тексеруге жеткізбей, салық төлеушіге өзінің міндеттемесін өз бетінше, өз еркімен орындауға берілген мүмкіндік қой. Сол үшін енді бұл тексеруге жеткізбей, салық төлеуші соны өз еркімен орындап тастауға мүдделі болу керек та, бұл жерде басты мақсат. Құрметті әріптестер, тағы сұрақтардан. Бұл енді тікелей ұлттық экономика емес, сіздерге қатысты шығар. Кешегі президенттің айтқан еді, атап айтты, кірістер комитетінде 2000 мен 2014 жылдары 14 ақпараттық жүйе енгізілген. Олар жаңартылу керек болатын халықаралық жүйемен, жаңа жүйелермен. Бұл қандай ақпараттық жүйе және неге жаңартылмаған? Бұл сұрақ бүгінгі брифингке қатысы жоқ. Қазір енді бұл туралы жауап бере алмаймыз, себебі оған қатысты тиісті қызметкерлер ақпаратты дайындап жатыр. Біз жуырда осы тақырып бойынша енді бір ақпарат береміз деп ойлаймыз, себебі біздің әріптестер осы сұрақтарға жауаптар дайындап жатыр, сондықтан қазір енді біз бұл сұраққа жауап бере алмаймыз. Сіздер бүгін брифингке келер кезде негізі тақырыптарыңыз түсінікті, бірақ кешегі бүгінгі сұрақтардың легі осындай болатын. Негізі бүгінгі біздің брифинг осы жарияланған тақырыптар бойынша біз енді ол мемлекет басшысының сөзінде сондай сұрақтар көтерілетінін біз алдын ала білген жоқпыз қой. Біз бұл брифингті негізі 7-сіне жоспарлаған болатынбыз. Сосын бүгінге бір күнге ығыстыруға тура келді. Сол үшін енді бүгінде біраз ақпарат, пайдалы ақпаратты бердік деп ойлаймыз сіздерге. Жалпы біздің баспасөз қызметі сіздерге әрдайым ашық. Қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, жіберсеңіздер болады. Құрметті әріптестер, және бүгінгі брифингке қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Алдағы уақытта да бізде осы бір аптада бір рет, екі аптада бір рет осындай брифингтер өтеді. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін, аман болыңыздар. Спикерлерге алғыс білдіреміз.